Баршаңызға сәлем достар. Бүгін хитчиный лепешкасын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма лайк басып, тіркеліп қойдым, баңыздар. Ал ендеше хитчиный лепешкасын бірге дайындауға кірісеміз. Мен бұл лепешканың ең оңай дайындалатын әдісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше қамырын дайындауға кірісеміз. Бізге қажетті заттар: айран 200 мг-дай, және де айранға толтырмай 1 қасық шай қасықпен соды, және де 1 шай қасық тұз салып осылай араластырып, басқа ыдысқа құйып аламыз. Және де айран осылайша көпіреді, сода салғасын. Ұнды мен көз мөлшермен алдым. 250-300 грамдай ұн қажет болады. Алдымен осылайша қасықпен былғап алып, содан соң қолымызбен жақсылап тұрып ысып 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Ал ендеше салмасын дайындауға кірісеміз. Салмасына қажетті заттар: картошка және де ірімшік, аскөк. Мен бұл жерде үшеуін қосып жасадым, ал сіздер тек қана ірімшіктің өзімен немесе картошкамен жасасаңыз да болады. Ірімшікті осылайша үткіштің ең кішкентай көзінен өткіземіз, және де картошканы да осылайша жақсылап тұрып езіп аламыз. Әйтпесе біздің қамырымызды тесіп жіберуі мүмкін. Сондықтан да жақсылап тұрып барлығын езіп араластырып аламыз. Ал ендеше мінекей біздің қамырымыз да дайын болып қалды. Қамырымызды 5-6 бөлікке бөліп лепешкаларымызды дайындауға кірісеміз. Мінекей лепешкаларымызды осылайша дөңгелетіп аламыз дайындап, және де салмасында осылайша дөңгелетіп дайындап аламыз. Осылайша қамырымыздың ортасына салмасын салып жақсылап тұрып бітейміз, және де жайлап илейміз. Жыртып алмауға жет. Бұл жерде жыртып алсаңыз көтерілмей дұрыс шықпай қалады. Барлық лепешкаларымызды осылайша илеп алғаннан соң құрғақ табаға қуырып аламыз, және де бетіне сары май жағамыз. Мінекей біздің лепешкаларымыз да дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Әсел.